Бүгін біздің сабақтың тақырыбы біздің кафеде және тасымал. Сонымен, балалар, тыңдау барысында тілдік бірліктерді сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін ажырата білу, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну және оқиғаның ретін сақтай отыра баяндау біздің оқу мақсаттарымыз болып табылады. Бүгінгі тақырыпты егермес бұрын біз «Қайдан келдің, бауырсақ» атты Өтебай Тұрманжановтың өлеңімен танысып алайық. Мен оқып берейін, сендер асықпай дұрыстап тыңдап алыңдар. Дастарханда шашылып, жатты аппақ бауырсақ. Бауырсаққа қызығып, қарап тұрып, көзін сап, «Қайдан келдің, бауырсақ?» деп сұрады қуыршақ. Жер анам менің көсілген, дихандар мені өсірген, арғы тегім ақ бидай, тәттімін, жеп көр бақшимай. Жесең өзің байқарсың, рахметіңді айтарсың. Айырылмас дос болайық, адамға достық лайық. Менің атым бауырсақ, сенің атың қуыршақ. Мінекей өлеңнің мәтіні осындай. Сонымен, балалар, бұл өлең не туралы? Бауырсақ дастарханға қайдан келеді екен? Бидайды кең далаға егетін кімдер? Не үшін біз диханшыға рахмет айтуымыз керек? Енді, балақайлар, осы өлеңдегі кейбір сөздерге тоқталып көрейік. Мысалы, дастархан деген сөз неше буыннан тұрады? Дұрыс айтасыңдар. Дастархан деген 3 буыннан тұрады. Біз сөзді буынға бөлу үшін нені ескеруіміз керек? Әрине, сөздердегі дауысты дыбыстардың санын ескеруіміз керек. Бір сөзде неше дауысты дыбыс болса, сөз сонша буынға бөлінеді. Енді осы дастархан деген сөзді егер жазатын болсақ, дәптерде жазып келе жатқанда жолымыз бітіп қалып, сөзіміз толық сыймайтын болса, біз не істейміз? Ондай жағдайда әрине біз сөзді буынға бөлу арқылы тасымалдап жазамыз. Мысалға, дастархан сөзі 3 буыннан тұратын болса, біз оны 2 түрлі тәсілмен тасымалдай аламыз. Бірінші тәсілі дас, одан кейін сызықша қоямыз дағы, қалған бөлігі тарқан деген сөзді келесі жолға жазамыз. Екінші тәсілі дастар деп жазып, сызықша қою арқылы қалған қан деген бөлікті келесі жолға жаза аламыз. Немесе ақбидай деген сөзді жазып келе жатқан уақытта ақ сызықша бидай немесе ақби сызықша дай деп тасымалдауға болады. Сонда жазу жолында сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады екен. Сөздің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша немесе дефис қойылады. Мысалға, бауырсақ сөзін алып қарастыратын болсақ, бұл сөз бізде 3 буыннан тұрады. Себебі бауырсақ сөзінде а, а деген 3 дауысты дыбыс бар. Сонда сөзді буынға бөлетін болсақ, ба, ор, сақ деп бөлеміз. Жазу жолында біз бауырсақ сөзін ба сызықша орсақ немесе бауыр сызықша сақ деп тасымалдай аламыз. Енді осы алған білімдерімізді бекіту үшін оқулықтағы екінші жаттығуды орындап көрейік. Бидай, дастархан және диқандар деген сөзді тасымалдап жазамыз. Бидай сөзі бізде 2 буыннан тұрады. Ендеше бұл сөз
бірақ тәсілмен тасымалданады. Ол би сызықша дай деп қана тасымалдауға жарайды. Дастархан сөзінде 3 дауысты дыбыс бар. Ендеше бұл сөз 3 буыннан тұрады. Сондықтан дастархан сөзін 2 тәсілмен тасымалдауға болады. Дас сызықша тарқан және дастар сызықша қан. Диқандар сөзінде бізде и, а деген 3 дауысты дыбыс бар. Сондықтан бұл сөз 3 буыннан тұрады. Сол себепті диқандар сөзін біз 2 түрлі тәсілмен тасымалдай аламыз. Ол ди сызықша қандар немесе диқан сызықша дар. Міндетті түрде сөзді тасымалдап жазған уақытта жолдың соңында немесе жолдың басында бір ғана дыбыс әріп ретінде жазылуға болмайтынын естен шығармаймыз. Үшінші жаттығуда бізде ай, күн, тай, бұлт, желт деген сөздер берілген. Қалай ойлайсыңдар? Бұл сөздерді тасымалдауға бола ма? Ол үшін біз сөздердегі дауысты дыбыстарға мән берейік. Өздерің байқағандай, ай, күн, тай, бұлт, желт деген сөздер бір ғана дауысты дыбысы бар екен. Олай болса, бұл сөздер барлығы бір ғана буыннан тұрады. Сол себепті бұл сөздерді тасымалдап жазуға болмайды. Жолдың бойына толық сыйдырып жазуға тырысып отырамыз.